Баяғыда бір кішкентай Көркемжан деген бала ағаштарды жанындай жақсы көреді екен. Күз келіп, гүлдер ғайып болады. Жыл құстары жылы жақтарға ұшып кетеді. Ал жапырақтар болса, сарғайып түсіп жатады. Бұл көрініс кішкентай Көркемжанға мүлде ұнамайды. Күз мезгілі жетті. Маған ұнайтын жапырақтардың барлығы түсіп қалды. Көркемжан терезенің алдында отырып үлкен емен ағашын көреді. Тек осы ағаштың басында ғана жапырақтар қалыпты. Оның өзі күннен күнге сарғайып түсіп жатыр еді. Көркемжан шыдай алмай, үйінен желім, жіп алып шығып, өзі жақсы көретін қарт еменге қарай жүгіре жөнеледі. Қалған жапырақтарды жел ұшырып алып кетпесін, мен оларды желімдеп қояйын. Ол жапырақтарды желімдей бастайды. Біраздан соң Көркемжанның қолдары қатты тоңып, икемге келмей қалады. Сол кезде жел тұрады. Кәрі емен сықырлай керіліп, есіне алады да ақырын ғана былай деп тіл қатады. Сен не істеп отырсың, ақымағым-ау? Ұйықтауға мұрша бермедің ғой. Кәрі ағашты ұйқысынан оятқанына бала ұялып қалады. Сізді оятайын деген жоқ едім. Жапырақтарыңызды желімдедім. Әйтпесе ештеңе қалар түрі жоқ. Ай, баламысың деген. Жұмысымды түгел бітірдім ғой, енді демалуым керек. Өсірген жаңғақтарыма қарашы, ғажап емес пе? Қазір күн болса қысқарды. Жасыл түстен айрылған соң, жапырақ біткен сарғайып кетті. Ұйықтайтын мезгіл жетті. Ұйқыға кірсеңіз, қыс бойы сізге қоректі кім дайындап береді? Менің ештеңе жеуге де, ішуге де зауқым соғып тұрған жоқ. Ұйқы қысып барады, өстіп тұрып, ұйықтап қалам. Біз ағаштар қысты күні өспейміз де, гүлдемейміз де. Емен тынысын терең алды да үндемей қалды. Емен аға, Емен аға! Емен оған тіл қатпағасын, бала ағаштың діңін жаймен тоқылдатты. О не? Кешіріңіз, тағы бір сұрақ. Сарғайып қураса да, жапырақтарыңыз түспей, орнында тұрғаны дұрыс қой. Ағаш көркі жапырақ емес пе? Емен
Еснеп алып, асықпай жауап берді. Жоқ, қысты күні сұлулықты ойлар жайын жоқ. Жапырақтарымызды өзіміз түсіріп тастаймыз. Олар түспей тұра берсе, қар басып қалады. Оны бұтақтарымыз көтере алмай, сынып кетеді ғой. Көркемжан Еменге тағы сұрақ қоймақшы болып еді, жел тұрды да құлағына ағаштың қорылдағаны келді. Емен аға, мен сізге көктем шыққанда міндетті түрде келем. Жақсы ұйықтаңыз. Өзіне керек сұрақтарға жауап алған кішкентай Көркемжан үйіне қарай жүгіре жөнеле. Ақылды балақай ұйықтап жатқан Еменнің қайтып мазасын алмады.